Ассаламу алейкум, урметлі серджилер. Бу Юз-Юзге программасы студияда Имран Усейнов чалышмақта. Шевченко адына Киев Милли университетінде қырғыздар тілінің кафедрасы 2014 сенесі açılды. 5 сынып оқып тілшіназ дипломына алмақ мүмкін. Шында анда 50 адамдан зеде тәлебе оқи, ең мерақлысы шу ки 90% украинлер. Қырғыздар тіліне мерақ осеве біздің студиямызда бұңа жанлы избат бар. Бүгінгі мұсафарымыз тілшіназ Алина Бондаренко, хош келдің. Ве бірінші суал, не үшін? Не үшін сен бұл жерін относечтің? Не үшін. Мен әр вақыт бөйле жауап берем, қысмет олды бөйле. Керчіктен мен мақсус өле планлаштырмайдым, бұл бөйле спонтан қарар еді Керчіктен. Ама шымды мен анлайым ки мен Луганск вилаетіндем, әмді işgal etilген территориядан. Шының үшін шымды Қырым меселесі менің үшін яқын. Ve mana келе шымды Қырым татар тіліне өгілмек, бұл Қырым татар халқы үшін менің тарапынан бұл менің япа білгенім ән күчік шей. Демек, сен өз тарапыңа бөле бір дестек еп маға естедің, өлі ма? Шымды, Ама біріншіден әлбет мен бөле хайалдерім құрмайдым, бұл тек спонтан еді. Яғни, сенде бірде бір планлар жоқ еді, өз жинатының насыл құланacağın планлар асыл да жоқ еді, өлі ма? Өлі. Ама аслында менің университетімдегі студентлерге көре Қырым татар тіліне өгілмеге башлағанда бір қач себеплер бар. Біріншіден, базылары Қырым татар тіліні бөле экзотик тіл кебі көріп, оны сечелер ве өгілмеге башлайлар. Башқалары белкіде Қырым татар тілден сон башқа түрк тіллеріне өгілмеге істейлер, чүнки білеміз ки Қырым татар тілі бұл оғыз ве қыпчак тіллерінің ортасында тұра, ве шының үшін оны өгілген сон сен башқа түрк тіллеріне қолайжа өгілінірсін. Шының үшін мен де месіля кечкен ел үч ай девамында Түркиядегі бөлі стажлама алдым. Истанбул университетінде түрк тілі ве едебиеті бөлігінде оқойдым. Ve anladım ki Қырым татар тілінден сон түрк тіллеріне өгілмек бұл пек зор дегіл. Мен Түркиядан evvel түрк тіліні іч оқымайдым, ама бірінші күнлерден түрклеріні яқшы анлайдым, ве сонра тез мен де лаф етмеге башладым. Ама сон Киевге қайтқанда менде башқа меселе пейда олды, чүнки түрк тілге язылған сен Түркияда бөле тіл сасы бар. Язық ки Қырым татар тілінен бөле шей yok ве Түркиядан сон мен оқыдар алыштым түрк сөзлерге, түрк адамларға ки Қырым татар жақынышмаға бөле дада зор олды. Ве Киевге қайтқанда... Сыңе пек, өле ма? Киевге қайтқанда мен да çok түрк сөзлеріні қоланмаға башладым. Ве бөле тымыз Қырым татар жалаф өтіп оламайдым. Шының үшін Насыл бұл проблемны сон бежердің, насыл кештің бұл ағырлықны? Шымды мен түрк жалаф етмейм, ве да çok Қырым татар жалаф етем. Чүнки шымды университетте, менің ішімде мен тек Қырым татар тілінен бағылым. Ве шының үшін шымды тек оны мүкемелештірмек істейм. Башлағанда ағыр еді ма? Қырым татар тіліне өгілмеге? Әлбет ағыр, чүнки әр бір әжнеби тіл кібі. Ама сонра сен алышасын ве... Ама бақ, мисал үшін инглиз тілінен Қырым татар тіліні бөле арасында фарқылықларға бақсаң, керчектен де бұйық фарқылық бар. Фарқылық бар, чүнки инглиз тіліні біз мектептен баштан біз оны оқуймыз, ама Қырым татар тіліні менің үшін бұл яны бір шейді. Мен оның ақында іч бір шей ата ішітмейдім университеттен евел. Ата мен белесем бұл екі тіліні қиясламаға да мен белесем доғыры олмаз. Ағырлықлар пейда олғанда, яғни bu тілінен аз адам қоллана, неге мен bu тіліні ограничем деп түшінжелер пейда олмады ма сенде? Бұны мерақ етем шында. Менде пек екші өджалар бар еді. Олар біздлеріні әр вақыт жанландырайды, әр вақыт илхамландырайды. Шының үшін әлбет
әр вақыт сен яны тілні öğrenmеге башлағанда әлбет зорлықлар бар. Шының үшін базы мен білмем, мен базы тәпсиелер айта білем, тек қырым татар тіліні... Мисал үшін? Мисал үшін, егер біз қырым татар тілі ақында лаф етсек, біріншіден бұл әлбет да чоқ оқымақ керек. Чүнки язық ки оқыдар чоқ қырым татар тілінде фильмлер, яда музыкалар, біле шейлер йоқ, mesela İngiliz тілін қияслап. Ама чоқ әсірлер бар, әдеби әсірлер. Шының үшін оқығанда сен бөле тіл байлығы анларсың. Шының үшін оқығанда сен ән яны сөзлер өгілінесің, ән, мен білмейм, яны шевелернен таныш оласың. Шының үшін менімде оқымақ бұл ән яқшы шей. Сенен бераберлікте, яны бір сыныфта қырым татарлар оқыды ма? Да, студентлер ма? Менің группада 8 кіші, бірінші курста 10 кіші бар еді галиба, ма сынра тек 8 қалды. Ама шымды бақ, әнде әм қырым татар, әм дегер тәлебелер арасында боле бір фарқлық бар ма? Сіз дуясыңыз ма оқу саасында бұл фарқлықны? Белкіде қырым татарларға еңгілже оқымаға украинлерге мисал үшін аксіне? Бізім группамызда қырым татарлар жоқ еді. Бізім группамызда тек украинлар бар еді, ве бар. Шының үшін мен білмейм, башқа курсларда да қырым татарлар бар. Ама бізде бөле вазет еді ки біз қырым татар тіліні әжінебі ве іч білмеген шей öğrenmеге башлайдық. Ені демекі бөле бір фарқылық араңызда дойылмады, ойлай ма? Чүнки арамызда қырым татарлар жоқ еді. Шымда енді сен демек қырым татарларны көресің, ве оларны проблемаларын де әлбетте фарқына бармаға оласың, ве қырым татар тілі пек güzel вазиетте дегіл. Бұны әркез біледір. Ве қырым татарларының өзінде бұл оз тіліне, яғни мирағы пек бұйық дегіл. Сен же, тыштан бір бақаш енді, сен же не үшін бөлі? Не үшін? Чүнки білеміз ки тарихымыз текрарлана, ве шымды Русия тарафындан бөле сықып чықару вазиеті текрарлана. Шының чүн, ама меніңше бөле дедін ки қырым татар яшлар тарафындан тіліне бөле мерақ йоқ. Менің үшін шымды бұл дұғруды гіл, чүнки да чоқ адамлар өз тілінде лафетмеге башлайлар, ве мен өзім білем, мен шымды де базы дәрслер берем, ойлама, демеке өджалықта етмаға башлады. Чүнки менде қырым татар тіліне әжінебей тілкі бі өгленейдім, шын менде базы тәпсиелер, базы ұсулар бар менде. Шын чүн мен шымды да чоқ мерақ весте көрем қырым татар яшлары тарафындан. Ве бізім украин яшларымыз тарафындан гералсақ, менімше шымды Киев әмді... Тоқта, мен бір шені шымды аңламадым. Сен шымды украин тәлебесі олып, украин өжасы олып, қырым татар тіліні, қырым татар тәлебелерге бересің, ойлай ма? Ойлай, чүнки білесің, базы әлілерде тек ана яда баба қырым татар, башқасы есе украин яда башқа милетінің векелі. Шының үшін олар қырым татар тіліні іч білмей, ама мұны өгілмеге істейлер, ве мен оларға ярдым етем. Пек güzel. Демек, ожалық тәжірибеңде башлады. Ондан ғайры білем, сен қырым татар телевизионында башладың çalışмаға. Бұл насыл олды? Тер телеканалындеки çalışмаға башладым. Бұл да бөле спонтан oldu, çünkü мен де musafir olarak geldim ve böyle adım bana da davet ettiler çalışmaya ve benim için aslında Kırım Tatarlarga ve Kırım Tatar tiline böyle merak Ukrayna tarafından ve bizim gençlerimiz tarafından bu pek faydalı, çünkü biz de şu tilini öğrenip
біз дияны ишлерні, яны элми ишлерні. Белки дияны дерслеклерні яза білеміз, ве бізім тарафындан bu da en büyük yardım, en büyük fayda olur menimce. Şunun için eğer bizim ülkemiz, bizim devletimiz Kırım Tatar tilini daha çok öğrenmeye imkanlar verse, menimce bu bizim boyun borcumuz gibi. Miraklığayı, yani senin ciddi ziyade imkanlar açılmak gerek devlet tarafından, öyle mi? Elbet. Çünkü kim eğer biz değil, biz Ukrayna en yakın dostu, en yakın komşu gibi Kırım Tatarlarga, Kırım medeniyetke ve aslında Kırım tiline yardım etmek gerekmiz. Buna oşağın imkanlar nasıl imkanlarını koruyorsun misal olarak? Daha çok üniversitelerde, daha çok gruplar açmağa, daha çok kurslarını açmağa yardım etti. Demek Kiev'te şimdi biz elbette koruyoruz. Yani 50'den ziyade talebi var. Ama başka şehirlerde bu aktüel olur mu? Elbette. Çünkü tek Kiev'de, menimce ben bileyim ki tek Kiev'de böyle üniversitede okuyan Kırım Tatar tilinde okuyan talebeler var ama başka şehirde yok ve benim için bu doğru değil. Çünkü başka şehirlerde yaşayan Kırım Tatarlar da var. Da bir böyle sual, endi sen elbette o sınıfdaşların endi münasebette bulunasın ve onlardan meraklandın mı asla? Onlar ne için bu tilini seçtiler? Onlar da, onların bazıları da... Demek, yani anlaşıma göre bir kimsede bu böyle içten kelgen bir ses bir kimsege aytmadı var Kırım Tatar tilini öğren, bu sana gerek olacak, bu sana yeni imkanlar açacak. Yok, böyle yok. Men gerçekten aytsam, men Kiev'den kelgen evvel ve şu tilini öğrenmeye başlayan evvel Kırım Tatar tili hakkında hiçbir şey bilmedim ve benim sınıfdaşlarım da bilmediler. Bazıları tek Kırım Tatar tilinin onu öğrengen son başka Türk tillerini öğrenmeye istediler. Şunun için girdiler böyle Kırım Tatar tilini öğrenmek. Menimce bu da mahsus planlaştırmayan şeydi. Ben de birinciden bilmeyeyim ne için böyle oldu ama gerçekten belki kısmet oldu böyle ve şimdi ben Kırım Tatar tilinden gayrı beni görmeyeyim. Tek şunun için şimdi gerçekten tek Kırım Tatar tilini öğrenmek isteyeyim. Yani bu senin zenatın oldu, yani hem onun için özünü başka bir yerde görmeydirsin. Yani sen ayttın biraz evvel imkanlar hakkında. Şimdi endi görüyoruz ki merak arta ve bütün Ukrayna vatandaşları Kırım Tatarlar hakkında da ziyade bilmeye başlay. Baş takımda misal için var ya öyle misaller, Ukraynalılar, Ruslar Kırım Tatar tilini pek güzel biliyordu. Şimdi ise öyle şey yok. Çünkü hem Kırım'dan Kırım Tatarlar sürgün olundu, kayıtıp başladı, ailede kayıtalar. Ukrayna'da ise Kıtayı Ukrayna'da asla böyle bir şey yok ve onun için şimdi böyle bir merak celp etti. Misal için sen pek büyük merak celp ediyorsun Kırım Tatarlar tarafından. Niçin degende Ukrayna böyle güzel seviyede o stilini bile. Senince Kırım Tatarlar o stilini gerekli til yapabilirler mi? Elbet, çünkü şimdi bizim şimdiki vaziyette hem Kırım Tatarlar hem de Ukraynalılar şimdi öz tuğan tilini daha yaxşı öğrenmeye isteyirler. Çünkü böyle vakitte yaşayımız ki öz tilini bilmesen, sen nasıl ülkede senin millet arasında yaşayabilirsin. Ve şimdi bu mesele daha da aktüel olan. Bu neyle bağlı sence? Bizim bugünkü vaziyetle bağlı menimce. Çünkü nasıl diyeyim biz kıymet kesmeyiz bizim milletimizin tuğan tilini ama eğer meseleler peyda olsa biz düşünmeye başlayız. Bu her vakit böyle hakikat. Demek bu vatanperverlik ve tilseverlik çetten bir korku gelgende o, öyle mi? Yazık ki menimce tamam öyle. Ya bu tendensiyonu değiştirmek için neler yapmak gerek senin öncesine? Hem Ukraynalılarga hem Kırım Tatarlarga?
Білме, менімде ақымиет тарафындан да çok şeyler yapmağa, ось медениетнен, ось тилнен yaşlarını meraklandırmaq için bir şey, bazı tedbirler belki yapmağa, daha çok şeyler uydurmağa. Şunun için şimdi menimce vaziyet daha yaxşı, çünkü daha çok yaşlarımız hem Kırım Tatar tarafından hem Ukrayna tarafından daha çok yaşlarımız öz tilini öğrenmeye başlayırlar. Şunun için ben kovanam ve hatta Kırım Tatarlarga onların tilini öğrenmeye yardım etmeye tırışam. Ve sonki sualım var. Sen tarafından bir tavsiye işitmege isterim. Yani bizim vatandaşlarımızga ve diğer milletler vekillerine Kırım Tatar tilini bilmegenlerge neler tavsiye edersin? Her vakit aytam ki birinciden her bir işte, her bir meşguliyette sen birinciden büyük isteknin ve büyük meraknin yapmalısın. Ve ikinciden elbette bir tilini öğrenmeye istesen, sen bütün medeniyetini öğrenmelisin. Sen eğer Kırım Tatar tili hakkında aytsak, bütün filmlerini, bütün müzikani dinlemek Çok sağ ol Alina. Yazık ki vaktimiz pek az kaldı. Sayılı dinleyiciler ve seyirciler, biz ise sizlerden sağlıklaşmak mecburumuz. Sağ ol Alina, bu yayınımızı yarıştırganın için. Ben ise sizlerden sağlıklaşam. Özünüzге muqayt olыңыз, sağlıkla kalыңыз.